Сәлем, байланыста Аток ағай. Бүгінгі видео өте бір еркін форматта болмақ. Тіптен шешпейтін сағатының өзін шешіп бір шетке қойып қойдық. Минимализация. Енді шамалы дейтін бар енді. Бүгін мен сізден дәл осы видеоға лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз деп айтпаймын. Тек бір өтінішім бар, оны видеоның соңында айтып өтемін. Енді бұл жерде отқан көпшілігіңіз физика немесе математика таңдаған шығарсыз. Не үшін? Өйткені ол екі пәнде формула көп. Негізі көп емес. Қорытылып көбейіп кеткен да олар. Мысалға физикада где-то бір 80-дей формуланы білсеңіз жеткілікті. 80 формуланы жатқа біліп алсаңыз, ары қарай оны 800 қыласыз ба, 8000 қыласыз ба, ол өз еркіңізде. Ал енді сол 80 формуланы қалай оңай, аз уақытта және бастысы ұмытпайтындай жаттауға болатынын айтайын. Мысалға, сіз динамика тақырыбындағы 5 форманы ұмытып қала бересіз. Білмейсіз, каким-то образом есіңізден шығып кете береді. Тест орындайсыз, формуланы қарау үшін дәптеріңізді ашасыз. Осы дұрыс емес та. Бірінші, сіз ол формуланы еске түсіруге тырысу керексіз. Қате болсын, сол формуланы жазу керексіз. Қойды, қате болсын. Есеп шығарасыз, формуланы қате болса есеп шықпайды сәйкесінше. Түсінесің, ол қате екен, басқаша жазып көресің. Әйтеуір белгілі бір қателесіп, формуланы қате жіктеп, қате қорыту арқылы, одан кейін ғана бар формулаға қарасаңыз, сол жақсы есте қалады. Түсініп отырсыз ба? Айтып отқан бірінші кеңесім, ол қателесе беру, көру, практика көбірек болу керек. Сол формуланы жіктеуге қорытуға тырысу керек. Бірден формуланы ашып қарай салмай. Және де дәл сол шатаса беретін 5 формулаңызға есеп көбірек шығарыңыз. Тестті ашыңыз, именно сол шатасатын 5 формулаңызға тесттен есептер жинаңыз. Бір тестті ашыңыз, именно сол 5 формулаға келетін есептерді ішінен теріп алыңыз. Именно сол есептерді ғана шығарып шығыңыз ішінен. Міне осы кезде реально эффект болады. Тестті бас алды, бірден басып 30-ға шығарудың қажеті жоқ. Сіз қиналатын тақырыптың есептерін теріп шығарып шықсаңыз, осы сізге нереально пайдасын береді. Жоғда ұрысып кеттім ойын мен. Еркін формат деп отыр едім. Ладно. Кеттік. Ары қарай жалғастырайық. Бұл бірінші айтқан лайфхагын примерно түсіндіңіздер деген ойдамын. Ол формат, скорее всего, қазіргі кезде где-то бір 18-19 балл жинап жүрген, 18-19-дан жоғары балл жинап жүрген оқушыларға арналады. Ал енді екінші формат. Бұл формат мүлдем формуланы жаттай алмайтын, жаттаса есен шығып кете беретін оқушыларға арналады. Тыңдаңыздар, сіздер жалғыз емессіздер. И сіздер аз да емессіздер. Көп. Но формуланы тез жаттаудың бір жолы бар. Прям жаттайсың, есіңнен вообще шықпайды ғой ол формула. Айтайын ба? Кеттік. Негізі мен онлайн сабақ бергенге дейін 4 жыл бойы офлайн түрде, яғни 100% 4 жыл бойы сабақ бергенмін. Хотя жаспын, сонда да 4 жыл бойы сабақ бергенмін. Университетте оқып жүріп сабақ берген болатынмын. 4 жыл бойы әрине тәжірибе жиналады, практика болады, әртүрлі оқушы алдынан өтеді, кетеді, әртүрлі методика қолдану керек болады. Сол кезде мен өтетін бір әдісті таптым. И ол әдіс қазір онлайн түрде де әдемі кетіп жатыр. Ол әрине шамалы уақытты алады, ешкім бірден нәтижеге жетпейді, дұрыс па? Жалпы үлкен жетістік ол уақытты талап етеді. Бір тақырыпты өткеннен кейін ішіндегі формулаларды теріп жазғаныз бір. Мысалға, сіз молекула деген тақырыпты өттіңіз. Молекуланың ішінде 18 формула бар екен. Дәл сол 18 формула сіздің миыңызда сақталып қалуы, ол дәл осы жаттығуға байланысты. Алдыңызға парақ ашасыз. Парақ ашасыз, парақ аласыз, бірінші 18 формуланың біріншісін жазасыз. Жазасыздағыны дәл сол форманы кемі 21 рет қайталап жазасыз. Дәл сол форманы 21 рет қайталап жазасыз. 21 рет ол ең азы. Хоть 121 рет жазсаңыз болады. Әрине, көп жазған сайын есіңізде қалу
ықтималдылығы жоғары. Негізі физика пәні бұл Қазақстан тарихы емес, бұл биология емес, бұл география да емес. Жаттап отыратын. Бұл жазуды талап етеді. Жазған сайын ол дүниенің біздің есімізде қала беруі әбден мүмкін, ол әрине зерттелген нәрсе. Жазған сайын адамның миында тезірек сақталады. Мен көрген кейбір оқушыларды прям до того памяти төмен, памяти слабый, есте сақтау қабілеті әлсіз, Қазақстан тарихын, сұрақтарын жазып жаттап жатқан көргенмін. Қазақ хандығы құрылған жыл 1465 деген секілді. Енді ойлаңызшы, сізде ол формула, ол кайфта формуланы жаза берген. Енді 45-ші деген кезде кайф болуы мүмкін, но формула деген нәрсе жазғаннан кайф аласың ғой. Есеп шығарғаннан кайф аласың, сезінесің ол нәрсені, дұрыс па? Егер кайфына кіре алмай жүрсеңіз, онда кіру керексіз уже. Қызығушылық арту керек сізде. Сол формуланы аласыз, дәл жаңа айтқандай қайталап жазасыз. Бір формуланы 20 рет кемі. 30 рет, 40 рет, 50 рет жазсаңыз өз еркіңіз. Келесі формуланы аласыз, тоже солай жазып шығасыз. Таза параққа. Келесі формуланы аласыз, тағы сөйтіп жазып шығасыз. Ана 18 формуланың 15-і сіздің миыңызда 150% миыңызда қалады. Ал 3 формула енді адам болғаннан шығып кетуі мүмкін ойдан. 3 формуланы келесі күндерде қайталап жазып тұруға кеңес беремін. Сіз дәл осы видеороликті көріп отқан кезде, мен түсіріп жатқан кезде бір жақын досым 2 рет звондап видеоны бөліп жіберді. Жынданып кетесің, сондай кезде ашуланып. Бірақ ашуға берілмейміз. Бәрі жақсы. Жалпы осылай. Практика жүзінде көп жасап, істеп көрген, прям оқушыларға өткен тема. Екі айтып жатқан өмірлік кеңестерім ол көп оқушыға пайдасын берген. И сіздерге де бұлар пайдасын береді деген сенімдемін. Жаңа видеоның басында сіздерге айтқан болатынмын, егер де видеоның соңын қарасаңыз, сізге айтар бір өтінішім бар деп. Ол өтініш қандай? Егер де сіз 11-ші сынып оқитын болсаңыз, скорее всего сіз 11 оқисыз. Дәл осы видеоролик сізге пайдасын тигізген болса, сізге ұнаған болса, онда дәл осы видеоны достарыңызға, астында рассылка скопировать етіп, осының ссылкасын достарыңызға таратсаңыздар. Бұл видео YouTube каналда тұра беретін болса, ол максимум 300 просмотр жинауы мүмкін. Ал егер сіз достарыңызға тарататын болсаңыздар, группаларға салатын болсаңыздар, бұл видеоролик кемі 1000 просмотр жинайды. Ал 1000 просмотр менде әлі болмаған. Сонымен қорытындылайық. Бірінші айтқан лайфхакым ол не еді? Ол өзіңіз қиналатын формулаларға тесттан теріп есеп шығарыңыз. Біріншісі. Екіншісі ол өзіңіз өткен соңғы рет сізге түсіндірген тақырыптың формулаларын теріп жазып, әр формуланы кемі 21 рет қайталап жазып шығу. Дәл осы екі лайфхакты жақсылап орындайтын болсаңыз, сөзсіз сіз формуладан қиналмайтын боласыз. Және де тесттап отқан кезде де ол формулалар сіздің ойыңызға бірден есепті көрген кезде бірден ойыңызға келеді, и қолыңыз оны автоматты түрде өзі жазып кете береді. Ары қарай сізге тек қана есептеу ғана қалады. Егер де сен шынымен осы видеоны соңынан қараған болсаң, от души рахмет. Келесі кездескенше 1000 просмотр жиналған кезде келесі рубриканы шығаратын боламын. Ал рубрика бұдан да мощный болады.